Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып азға қанағат ет. Довольствуйся малым. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова напиши в словарь и выучи. Таға, подкова. Уста, кузнец. Апар, апару, носить. Ереже, правило. Прочитай вместе со мной, поставь правильное ударение. Менімен бірге оқы. Мен апарамын, сен апарасың, сіз апарасыз, ол апарады. Біз апарамыз, сендер апарасыңдар, сіздер апарасыздар, олар апарады. А теперь, ребята, посмотрите на картинку. Суретке қара. Бірінші және екінші суретте біз әкесі мен баласын көріп тұрмыз. Бұл немен байланысты екен? Қазір білетін боламыз. С чем это связано? Сейчас узнаем. Екінші тапсырма мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте по ролям. Бір адам жолда ескі тағаны көріп, балам, анау тағаны алшы дейді. Один человек однажды увидел на дороге подкову и сказал своему сыну: «Сынок, возьми подкову». Әке, ескі таға ғой, пайдасы жоқ деп бала тағаны алмайды. «Папа, подкова очень старая, бесполезная», сказал сын и не взял подкову. Әкесі тағаны өзі алады. Әкесі ескі тағаны ұсталарға 3 тиынға сатады. Отец сам взял подкову и продал его кузнецам за 3 копейки. Шие сатып алады. Әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Бала шиені жерден алып жейді. Ол жерге түскен шиені 10 рет алып жейді. Отец купил вишню. И с рук отца на землю упала вишенка. Сын взял с земли вишенку и съел. Он так сделал 10 раз. Әкесі баласына: «Көрдің бе, пайдасы жоқ деп тағаны алмадың, шиені 10 рет алдың. Есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете алмасаң, көптен құр қаласың» дейді. Вот видишь, ты не взял подкову, сказав, что она бесполезна, а вишенки брал 10 раз. Запомни, если посчитаешь затруднительным сделать малую работу, будешь делать много работы. Если не будешь довольствоваться малым, то многое не получишь, сказал отец. Үшінші тапсырма. Яндекс.ру сайтынан «Әке мен бала» мультфильмін көр, сұрақтарға жауап бер. Посмотри на сайте мультфильм «Отец отца и ребенка» и ответь на вопросы. Төртінші тапсырма. Оқы, ақпараттың дұрыстығын тексер. Выбери правильные и неправильные варианты. Бесінші тапсырма. Диаграмманы толтыр. Өткен сабақта Қадиша мен баланы салыстыр. Олардың әрекетінде қандай айырмашылық бар? Дополни диаграмму и сравни. На том уроке мы с вами проходили про девочку, которая не слушается маму, Қадиша. И сравни Қадиша и бала. Алтыншы тапсырма. Диалогты толықтыр. Дополни диалог. Жетінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып сөйлем құра. Используя картинки, составь предложение. Және есте сақта, бала жерден тағаны алмады. Ол әкесінің айтқанын тыңдамады. Демалыста ауылға барамын, атама көмектесемін. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.